Менің ойымша осы жерде бүкіл мәселені сол вар төрешілер құртқан сияқты көрінеді. Тіліңді тістеп отырасың, көп нәрсені айта алмай. Жанкүйерлердің бұл төрешіге, бас төрешіге ренжитіндей бар да. Өзіміздің әріптестеріміздің өзі жазып жатыр ғой. Мынадан кейін енді Ордабасы чемпиондықпен құттықтай берейік куә деп сонысы. Асқат қазір бұрынғыдай жақсы емес. Былтырғы жақсы ойнаған ойыншылар кетіп қалды, орнын басатын ешкімді алмаған. Қазақстан премьер лигасында ең бір сәтті трансфер жасаған Ұлытау сияқты көрінеді сол ойыншылары. Легионерлерге сүйсінген дұрыс, бірақ оны тасасын өзіміздің балалар тұрма. Соңғы жылда 5-6 жылда меніңше Қазақстандағы ең бір тұрақты командалардың бірі Тобыл. Осы турдың үздік ойыншысы деп кімді ойлайсыз? Дастан Сәтбаев қой. 4 голдың үшеуіне. Және бір ғана матчта 4 гол соғылды, оның үшеуіне бір адамның қатысы болса, одан басқа кімді үздік деп танисыз? Алаңда драйв, бұл нақты спорт, әр тур шоу, бұл бек спорт. Талқылаймыз ашық, айтамыз шын, Қазақстан футболын бірге сезін. Армысыздар, құрметті көрермен. Біз Қазақстан премьер лигасының 4-ші тур ойындарын талқылаймыз. Осының алдында енді ұлттық құраманың ойындарына байланысты 2 апталық үзіліс болды. Қайттан премьер лига ойындары жалғасты. Астанаға енді Есей ағамыз келіп отыр. Аға, қош келдіңіз. Жалпы елордаға ұзақ уақыттан кейін келу, бейімделу қалай болып жатыр? Футбол көріп үлгердіңіз бе енді Астанада? 5 ойынға барып қойдым. Ұлттық құраманың 2 ойынына бардым, Жеңістің, Астананың 2 ойынына бардым, Жеңістің 1 ойынына бардым деген сияқты. Елімайдың ойыны болып жатыр. Елімайға бүгін кеше барам ба деп оған эфирде болдым да бардым. Енді Алматы қарағанда қазір Астанада матчтар көбірек қой енді. Өзіңізге енді кешегі жаңағы соңғы турдағы ойындардың біраз шум болып жатыр, әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Көңіліңізден шықты ма осы турда? Гол аз болды. Сіз статистиканы жақсы көресіз ғой. Дұрыс айтасыз. Тура сол мәселені айтайын деп отырмын. Мен жалпы 13 гол соғылды. Бұған дейін бірінші турда 22, екінші турда 16, үшінші турда 16. Осы жолы 13. Жалпы мен гол аз соғылса, мен сол күні көңіл күйім болмайды шыны керек қой. Қайрат қана кішкене 4-0-мен жеңіп статистиканы сәл көтерді, әйтпесе 4 матчтың 3-і 1-1, 3-і 0-0. Өткен турда да 4 матч тең аяқталған. Сондықтан аса бір ақылыма сия қоймайды. Футбол деген негізі гол болуға тиіс еді ғой деп ойлаймын да. Бірақ енді көш жүре түседі ғой, кәдімгі көктемгі футбол ғой қазір қанша дегенмен. Сіз жаңағы енді бірден айта кетейік, енді қазір осынау бір қызған әңгіменің тақырыбы ол Атырау мен Ордабасы Атырау матчы болды Шымкентте. Сол матчта сіз Қазспорттан жүргіздіңіз, иә? Сіздің дауысыңызбен үзінді бейне кесіліп шығып жатыр. Не айтасыз енді әртүрлі пікірлер көп қой, бірақ енді сіздің пікіріңіз, ойыңыз қандай? Енді эфирде болғаннан кейін ол жалпы ортақ мәдениетті сақтау керек, эфир мәдениеті. Соны тіліңді тістеп отырасың, көп нәрсені айта алмай. Өйткені екі жаққа да ауып кетуге болмайды, не Ордабасы жаққа, не Атырау жаққа. Бірақ менің ойымша осы жерде бүкіл мәселені сол вар төрешілер құртқан сияқты көрінеді. Әйтпесе мысалы гол соқты, Атырау гол соқты, жақсы келе жатыр, екінші голды соқты. Екінші голды соққан сәтте де мысалы үшін бірінші Санжар Ысқақов ортаны нұсқады. Гол деді. Атырау қуанып жатыр. Міне Жеңіс қолда тұр. Сөйтіп өтір 10-12 минут үзіліс болды. Және Санжар Ысқақов ең бастысы ортада тұрды, не айтады. Татьяна Саракапудова, Алексей Долгих дейтін 2 вар төрешісі ақыры шақырды экранға. Ал қарасаңыз сол жерде мысалы 2 ойыншы мына жақтан Труфанов пен кім жаңағы Александр Наевский ұмтылады да, ал мына жақтан шабуылда тұрған Фалько керісінше ішке қарай кіреді. Ол эпизодқа қатысқан жоқ мүлде. Оны неге офсайд деп белгіледі? Мен бұл не нәрсе деп, енді эфирде бірдеңе қателесіп қалсаң жұрт ертең бетіңе басады ғой. Сосын және футболды білмейтін адам болып шығасың. Сондай болмаса екен деп аңысын аңдып отырмын. Бір кезде ойладым, осы Хвалькода кәдік болуы мүмкін деп. Эфирде сонда айттым. Тура сол болып шықты. Кейін оны сызығына дейін көрсетті. Бірақ негізі естеріңізде болса, және оны эфирде де айттым. Елімай мен Ақтөбенің кездесуінде Роман Мұртазаев бірінші голды соққан сәтте де анау сызықтың бойында Арсен Әшірбеков қалып қойды ғой. Бірақ ол басын төмен ие салды да гол доп үстіне кіріп кетті. Ол эпизодқа қатысқан жоқ. Кедергі жасаған жоқ. Тура сондай эпизод еді да бұл. Сондықтан әркім ережені өзінше тәпсірлей ма, мен түсінбедім шыны керек. Ал біреу тұрып алды да Санжар Ысқақовты өмір бойы футболдан шеттете туралы мәселе болып отыр екен дейді. Менің ойымша бұл жерде вардың мәселесін қарау керек. Вардың мәселесі одан басқа матчтарда шығып жатыр ғой, мысалы үшін техникалық үйлесімсіздік болып қалды, анау мынау деген ақталулар болып жатыр. Сондықтан менің ойымша біреуді кінәламас бұрын және Ақтөбе дейміз, Ордабасының өзінің тікелей қызметкерлері де айтып жатыр. Біз сатып алуға тырыспаймыз, анау мынау ресми мәлімдемелер жариялап жатыр деген сияқты. Ордабасы чемпионат сатып алдық, міне чемпионның кім болатынын көрдік деген нәрсені де оқып жатыр мысалы үшін. Бұл жерде мәселе кім соны шығарды? Неге матч 11 минут бойы тоқтап тұрды? Эфирде мысалы бұл жауын жауып жатқан жоқ, тобықтан су болып жатқан жоқ.
отырасың да әншейін бұл не болды деп өзің болжамыңды айтып, бір футбол маманы болмасаң да, енді футбол комментатор деген таза сақа маман емес қой қанша деген. Сондықтан амал жоқ, бір жорамал жасауға тура келеді. Сондықтан менің ойымша бұл жерде вар төрешілерінен кәдімгідей нақты қай эпизодты неге бұлай тәпсірледіңіз деп кәдімгідей Нуну Каштыру ма еді ана біздің Португалиялық. иә, сол кәдімгідей түсініктеме беру керек. Жалпы Нуну Каштыру дегеннің 1 жыл болды ғой келгеніне, жұмысы түсініксіздеу болып кетті ғой, не істеп жүргенін. Енді жаңағы өзіңіз білесіз, кезінде Николай Левников болды, басқа да осы қазақстандық, бірақ осы Каштыруден Европадан осындай білікті маман деп алдырды, бірақ оның жұмысын біз көріп отқан жоқ сияқты. Жоқ, енді былай әр тур сайын мынандай эпизод, мынау қызыл қағаз дұрыс көрсетті, мына жерде пенальти дұрыс белгіледі деген нәрселерді былай түсіндіріп жатыр ғой. Бірақ дәл осы принципті мәселелерде, мысалы, Алтай мен ертістің кездесуінде неге вар дұрыс істемеді дегенді, неге қайталаулар болмады дегенді мықтылап түсіндіріп беру керек. Ол ана Асылбек деген түсіретін жігіт өзі ақталып жатыр, осындай Ақылбек. Оның айтқаны да дұрыс, өйткені ол да бір ресми бір тарап қой. Бірақ нақты жауапты адамдар жауап беру керек та бізде. Нақты адамдар қашып кетеді да, содан кейін кімнен жауап аларыңды білмей жүресің. Сондықтан бұл жерде нақты болу керек. Неге Егор Фалько ортаға кірген сәтте неге ол эпизодқа қатыспаған адам офсайдта тұр деген нәрсені мысалы білікті маман түсіндіріп берші, сонда бәріміздің аузымызға құм құйылсын сонда. Енді ол жерде вардан бөлек Санжар Ысқақов өзі де барып қарады ғой. Енді содан кейін Алтай мен Ертісте вардағылар мүлдем шақырған жоқ бас төрешіні. Қарады, ол жерде 10 минутта үзіліс болды, бірақ бас төрешіні шақырған жоқ. Енді екі жақта екі түрлі не болып жатыр да, шешім қабылданып жатыр да. Негізі технология дамыған заманда ақыры сен өзіңнің футболыңа соны кіріктіріп жатыр екенсің, жанкүйердің көңілінде дүдәмәл нәрсе қалмауға тиіс бұл жерде. Мысалы, қазір ғана мен Вест Хэм матчын жүргізіп келдім. Енді оларда да жақсы практика сұнылып жатыр екен. Мысалы, пенальти белгіленген сәтте Крейг Поусон алаңға шықты да, микрофонды қосып қойып, осындай эпизод, орталық қорғаушыға сары қағаз, одан кейін пенальти түсіндіріп берді мысалы. Сөйтіп айтсын мысалы. Ол жат емес қой мысалы. Ең алғаш әйелдер арасындағы чемпионатта қолданылды, әлем чемпионатында қолданылды. Өте жақсы үрдіс болды. Бізде де қолдансын оны мысалы үшін. Сондықтан жанкүйердің көңілінде ешқандай күдік қалмау керек та мысалы. Ол Шымкенттегі матчқа барған адам шоуды ғана көрмейді, Қанай ән айтты, Қайрат Нұртас ән айтты деп қайтпайды ғой. Ойынның нәтижесін күтіп қайтады ғой. Сондықтан бәріне түсінікті болуға тиіс. Сосын Есеға былай ғой, ол жерде Санжар Ысқақовты қатты кінәлап жатқаны қазір. Бірінші турда ол Қайсар мен Жеңістің ойынын жүргізді. 89 минутта Жеңіс гол соқты ғой. Есіңізде болса, Қуат анау алдында тұрған қорғаушыны итеріп жіберді. Ол құлады да, өзінің ойыншысына тиді да, анау допқа тиіп, яғни сол эпизодқа байланысты болды. Сол жерде де негізі бас төреші дәл осы Санжар Ысқақов болған. Сосын былтырғы маусымда да осы Жеңістің бір даулы матчында осы кісі болған, Ордабасы матчында. Ордабасы матчында осы кісі болған. Содан кейін енді жанкүйерлердің бұл төрешіге, бас төрешіге ренжитіндей бар да. Жанкүйер шыққышын ұмытпайды ғой ондай. Андай ғой, енді тек қана бұл жерде жаңағы гол ғана емес, пенальти мәселесі де бір дүдәмәл болған сияқты көрінеді. Жаслан Әмірге қарсы. Ол жаңағы қызып тұрған жанкүйерлердің, яғни соққан голды санамай, оның үстіне енді бірнеше минут қосып, сосын соңында пенальти белгілеп, Ордабасын теңестіру кішкене бір елдің ашуына тиіп жүрген сияқты. Әрине. Ол жерде енді былай қарасаңыз, Қуаныш Қалмұрат мен тиіспеймін деп келе жатыр. Енді мені осы эпизодқа мен қатысып тұрған жоқпын деп тұр, былай қолын көтеріп. Бірақ бәрібір 2 минут тежей алмады ғой. Мына жақтан Жасұлан Әмір келеді, сонша жылдан келеді, бүйіріне тиді да ол. Сондықтан оны тәпсірлесе, оны нақты түсіндіріп бере алады бізге ол эпизодта. Өйткені 2 минут тежей алмады. Қанша Қуаныш Қалмұрат қашып тұр, бірақ бәрібір бар ұрынып отыр да ол. Егер шынында да пенальти болмады деген күннің өзінде мамандар соны түсіндіріп беруі мүмкін. Сен қолыңды көтердің, болды мен азатпын, мен адаммын, мен еркінмін деп ол ешкім мақтала алмайды ғой мысалы. Сосын ол жерде де екі жақты қарастыруға менің ойымша төрешілер бәрібір егер ол жерде пенальти қоймағанда да төрешілер ақталып ала алатын еді. Өйткені Қалмұрат барда тұра қалды, Жаслан допты теуіп болғаннан кейін барып ана соғысып барып құлап жатыр да, жас бала және андай қатты бір симуляция жасап құлады да. Мен бұл жерде мен Ордабасының еңбегін, Ордабасының күшті ойнаған жоққа шығарып жатқан жоқпын, бірақ сол жерде төреші ана бір эпизодта гол есептемей қалғаннан кейін мүмкін пенальти бермей қоюға да болатын еді. Ол өзінің шешіміне байланысты еді. Ол жерде ақтап та алып шығатын еді, пенальти емес деп. Осыдан кейін де ой туады ғой, Ордабасының құлағынан сүйреп жатыр деген ше. Ордабасының өзінің басшылығы қанша ақталса да, сондай нәрсе бәрібір ел арасында туындайды. Өзіміздің әріптестеріміздің өзі жазып жатыр ғой, мынадан кейін енді Ордабасы чемпиондықпен құттықтай берейік куә деп. Сондықтан қиын да ол негізі. Енді жаңа бұл жалпы енді 4 тур өтті. Атырау 4 тең ойын түсті. Енді чемпионат басталмай жатып өзі Атырауда ана көп жағдайлар болды ғой. Бапкері чемпионаттың дәл алдында кетіп қалды. Қалғанда кетіп қалды. Сосын Чебурин келді. Ұзақ жылдан кейін Қазақстанға оралды. Құрамда да енді бір аяқ астынан жасақтап жатыр. Соған қарамастан Атырау әлі ешкімнен жеңілген жоқ.
жақсы, маған ұнады кешегі ойыны мысалы үшін. Қандай жақсы, мысалы кімнің Егор Ткаченко пас берген сәттегі Дорофеевтің голы өте дегдар гол мысалы үшін. Сондықтан және ойын соңында байқадыңыздар ғой, Чебурин ешкімге барып шамына тиген жоқ, басын шайқады тек қана. Осындай Европа көрді ғой енді кішкене. Қазақстан-ай ескі дертіңнен айырылмапсың ғой, сыздауың әлі сыздап тұр екен ғой деген нәрсе болды. Сосын Чебурин ол кісі қатты федерация жайлы айта алмайды ғой. 21 жаста Қазақстан құрамасының бапкері ғой. Жоқ, мәселе бұл жерде оның қызметінде емес қой. Ол бәрібір жергілікті әкімшілікке нәтижеге жауап береді ғой, Атыраудың. Сондықтан ол міндетті түрде ол өзінің командасының өте жақсы жасақтап алған сияқты, мәдениетті адам екен, жақсы жауап берді. Бұл жерде мынандай нәрсе ой тумау керек. Бізге мысалы бір командаға ордабасыға бір бай құрылым келді, команданы жеке меншік алды, енді қалайда сатып алса да чемпиондық апарады деген ой тумау керек. Біз керісінше сонда жеке құрылымдар арқылы футболды мейлінше тазартуға тырысып жатырмыз ғой. Сондықтан мұндай дүдәмәл нәрсе қалмау керек әр турдан. Жоқ, мені қуантқаны жаңағы шымкенттік жанкүйерлердің бізге жаңағы әділ жеңіс керек, осындай мынау қандай жолмен болса да ордабасын жеңген деген емес, желіде де жаңа пікірлерді оқып жатырық, сол қуантты. Өйткені біздің елде шынымен де жаңағы таза спортты қолдайтын адамдардың барлығы әділ спортқа деген қоғам солай өсу керек қой ақырында. Солай өссе, менше жаңа төрешілер де соны ойлану керек деп ойлаймын, басқалар да. Өйткені жоқ, сөзің аузында. Кез келген команда чемпиондықты сатып алсын, не қылсын, ертең оның көрсеткішін Еурокубок айқындап береді ғой. Сен қалайсың, мысалы Еурокубок, мысалы сен барып Ордабасы барып та Пюник дейтін командадан жеңіліп қалды, осыдан бір Металлургтан жеңіліп қалды мысалы. Жаңағы Молдованың Мартиннің командасынан да ұтып қалдық қой кезінде. Көрдіңіз бе, сондай ол бәрі Еурокубок көрсеткіш болады. Сен қанша мықты команда болып тұрсың да, сен егер мықты жасақталмай дайын болмасаң, қаласың сен. Мысалы соңғы 5-6 маусымда Қазақстан Еурокубоктарда 3,5 балдан артық жинап көрген емес. Онда көрсеткіш қой. Тобылында кезінде чемпион болып Люксембургтың командасынан ұтылғаны. Женестен жеңіп есімізде ғой. Жоқ, енді қазір Ордабасының жалпы енді осы эпизодқа келіп жатыр ғой, екі эпизодқа енді әркім әртүрлі айтып жатыр. Сізде мысалы ол жерде гол болды, ешқандай офсайд болған жоқ дейсіз. Менің де ойым сондай да. Енді ертең төрешілердің жауабын күтейік, бірақ енді менде сұрақ қазір. Мартин мысалы былтырғы маусымда да Еурокубокты жаңа өзіңіз айтқандай шайып тастады ғой, сөздің ашығы. Сосын Қазақстан премьер-лигасында да Еурокубокқа биыл ілінбей қалды. Енді осындай бапкерді сол құрамға тағайындау мысалы чемпиондыққа жетелейтіндей бапкер емес сияқты менің ойымша. Жалпы кеше ойынды көрдіңіздер. Біз енді қанша тырыссақ та бар ғой, өзіміздің пікірімізді айтып, осы маман лайық емес, анау деген бәрібір жергілікті мамандар, жергілікті жауапты адамдар шешім қабылдайды ғой. Мысалы Мартиннің кететін уақыты келген сияқты, анау айту мынау керек сияқты деген қашан жанкүйер тыңдап еді? Жоқ, біздің енді ең басты неміз ойымызды айту ғой. Жанкүйерді қашан тыңдап еді бұл жерде? Мысалы Магомед Әдиев Атыраумен келіссөз жүргізген үшін Крылья Советтен кетіп қалды. Ақтөбемен. Бұл сөздің де мысалы жаны бар, бірақ енді бәрібір жергілікті адамдар шешім қабылдайды ғой. Сондықтан біз оған әсер ете алмаймыз. Біз тек қана мысалы өз басым Жұмасқалиевтен кетіп қалған қаламас едім. Тобылда 3 рет жеңілсе де мысалы үшін. Ол бір әйтеуір бір тығырықтан алып шығатын сияқты көрінеді. Оның мінезі де келеді мамандық, сол өзінің бапкерлігіне. Сондықтан көрдіңіз ба, бұл жерде біздікі әшейінде өзің айтып отырғандай бір пікір тудыру, бірақ пікірде бір радикальный болып кетті. Бірақ енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз Жұмасқалиев деп. Шынымен енді осы жылы бір көпшіліктің көңілінен шықпай тұрған нәрсе, ол кестенің бір дұрыс емес сияқты. Тобылға қарасаңыз жаңағы бірінші турда Ақтөбе, Астана, жаңағы Елімай сияқты жоғары орындардың командалары кездесіп отыр. Енді ол Тобыл жаңа 4 матчтың 3-еуін сырт алаңда өткізіпті. Қайрат керісінше Алматыдан шыққан жоқ, мысалы бір айдан астам. Елімайда да солай Ақтөбемен Тобылмен ойнады. Чемпиондыққа таласатын командалар ғой, Тобыл соңғы орында тұрамен. Енді алда 7-8 тур Қайрат Астанамен ойнайды. Керісінше жаңа чемпионаттың ортасына қарай бір-бірімен мықтылар ойнап, солай бір бәсекелес болған дұрыс емес пе? Енді ол да дұрыс былай ойлап. Бірақ осы жылы қарасаңыздар, енді бізде осы уақыттан кестені кім жасады? Павел Демян жасап кетті осы уақытта. Кәдімгідей бүге-шүгесіне дейін білетін кестенің майын ішкен маман ғой енді қалай дегенде де. Және өткен жылы дәл сол Павел Демян құрған кестенің арқасында біз соңғы турда ғана чемпионды анықтадық. Оның өзі Марин Томасов маңдайшаға ұрғаннан кейін барып ғана анықтады 86-87 минутта. Мысалы ол былай біліктілік, ол былай қарасаңыз. Ал енді осы жолы мысалы жасанды интеллектке беріп қойды. Жасанды интеллект менің ойымша былай үрке қарамауымыз керек сияқты. Қайта сен мықтысың ба, алдыңнан кездескеннің бәрін жеңіп отырмыз. Мысалы қараңыз, Қайрат бүгін Алматыны, Астананы 4-0 жеңді. Өткен турда мысалы Жетісудың қақпасына гол соғылмады. Әрине алаң суырылмапты, айтып бүйтіпті деген нәрсе болды. Суарылмапты деген нәрсе. Бірақ сен мықтысың ба, сылтау айтпа мысалы үшін. Мен Қайрат менің өзімнің туған командам, жақсы көретін командам болса да, ондай сылтауларды өз басым онша ұнатпаймын мысалы үшін.
сондықтан көру керек мұндай нәрсені де. Біз кез келген нәрсеге бір үрке қарайтын мінезіміз бар да біздің мына халық ретінде. Көрейік осында мысалы Тобыл өзіне аса ыңғайсыз осы кестелерден кейін мүмкін серпіле бауырын жаза шабатын шығар. Өйткені суперкубокты Қайраттан кез келген команда жеңіп ала алмайды ғой. Сондықтан көру керек мен. Қайтпау керек, қорықпау керек. Жаңа Астананы айтып қалдыңыз, енді Қайратпен 4-0 болды ғой. Енді бұл матч көрдіңіз ғой енді өзіңіз? Мен толық көре алмадым, мен мына эфирге бара жаттым да, толық. Бірақ бірінші таймда шешілді ғой енді матч. Иә, ол жерде енді былай өте жылдам ойнаған сияқты. Және ойыннан кейінгі ойыншылардың бір-екі пікірінде тыңдадым. Біздің тез гол соғып алғанымыз жақсы болды. Бұл қазіргі футболда көп рөл ойнайтын функция ғой, мысалы үшін қарасаңыз. Сен өте деңгейлес екі команда жолықса, кім гол соғып алады, сол психологиялық басымдыққа ие болады. Өйткені ол А емес Б, С, Д жоспарларын іске асырып кетуі мүмкін да. Сосын жаңағы көп сыналып кетті соңғы жылдары кездері мына Жоржино. Бүгін мысалы Жоржиноның тепкенінің бәрі кірді. Екінші гол өте әдемі болды, өте ақылды гол екен осы. Енді бұл жерде Астананы да бір жақты қарауымыз керек. Қайраттың деңгейін енді әрдайым айтып жүрміз ғой. Еурокубокта ойнағаннан кәдімгідей көтеріліп қалған, тәжірибе жинап алған балдардың бәрі. Жас болса да, кәдімгі тәжірибелі балдар. Астанаға келетін болсақ, қорғаныста анау сынып қалды, арқа түсіп кеткен. Қалайса ең бастысы қорғаушысы сынып қалды. Одан кейін мен алдында айтып жүргем Астанада бір-ақ құрам деп. Бұл жерде бір андай екінші таймның бір 60-70 минутында Бабаян құрам ауыстырады. Содан кейін Астананың ойыны байқап қарасаңыздар өше бастайды. Яғни қосалқы құрамы өте әлсіз. Енді осы басты қорғаушының сынып қалуы Шамконың шығуын алып келді да. Вараговскийді ортаға қойды, Шамконы қапталға қойды. Осы орайда бір андай Астанада бір пазл сияқты болып тұрды да, бір несін алып тастады, бәрі құлағандай болды. Ол енді Баянға артылатын сынның ең негізгісі осы ғой, былай айтқан кезде. Мысалы Санжар Әнуаров дейтін қорғаушы мысалы, оны неше жылдан бері осы қосалқы құрамда сынап көретін уақыт баяғыда келді мысалы үшін. Маршкинді беріп жіберді мысалы өздері. Енді Кипрас Кажукалов сол сынып жатыр мысалы үшін. Сондықтан Быстровты да бере салды. Быстровты да бере салды. Сондай бір нәрселер болу керек еді. Сосын Астананың академиясының балаларында, академиясы дейміз ғой енді. Футбол орталығының балалары да жаман емес екенін көріп отырмыз. Мысалы Абраев деген бала қандай жақсы бала мысалы. Әлі жақсылық ойнап жүр. Мысалы анау Санжар Шұраханов деген жігіт болды. Оны мысалы пайдаланбай. Төкенов дегендер бар ағайын. Сосын Ордабасы Оқжетпесте ойнады да, қазір неге Қайсарға кетті, Саламат Жұмабеков деген ол да орталық қорғаушы мысалы. Соның ешқайсысын пайдаланбай жатыр ғой. Сондықтан бұл кімнен көреді? Өзінен ғана көрінеді. Жоқ, бүгін сол бапкерлердің текетіресінде Бабаян жеңіліп қалған сияқты Оразбақтинға. Сосын бұл жерде жаңа сынып қалды да, орта мүлдем жоқ болды. Баш артқа қарай түсіп ойнау керек болды. 3 қорғаушымен ойнады ғой. Баш Қасым мен Вараговскийдің ортасында ойнады да, орта пустой болды. Бауыржан мысалы Исламхан мүлдем көрінген жоқ бүгін. Осыған дейін әдемі ойнап жүрсе, Қараман қорғаныс қарай қайтып бір тіреуіш жартылай қорғаушы дейміз ғой, тұсап қой енді. Сол ойнауға тырысты, артқы жартылай қорғаушы. Бірақ ойын қарасаңыздар, 4 турда 3-ші сары қағаз алды да, ол ондай ойыншы емес, артқы жартылай қорғаушы емес ол. Ол шабуылда ойнайтын ойыншы. Сондықтан бүгін бапкер тактикалық тұрғыдан ұтылып қалған сияқты бірінші таймда. Енді Макс Ивонов кеткеннен кейін ол позицияның басшы артқа шегінетін болса, кім қалады мысалы үшін? Исламбек Қуатты жеңіске беріп жіберді мысалы үшін қарасаң. Сондықтан ол және 12-13 ойыншымен бір маусымда алып шығу деген мүмкін емес нәрсе. Иә, енді мен бұл сөзіммен Астананың жаңа тактика дұрыс емес деп Қайраттың бір мықтылығын сынап отқаным емес. Қайрат негізі жақсы ойнады. Айтып отырмын ғой, тәжірибесі мықты. Мен өткенде сөздің аузында Астана мен Тобылдың матчын Астана аренадан барып көрдім. Тобылға көп кеңістік берген жоқ Астана. Жақсы ойнады негізі. Сол Башишқа байланысты деп ойлаймын. Ортадағы ойынына Башишқа байланысты. Сосын жаңағы мынау жасанды алаң деген сияқты нәрселер бар ғой. Астана Қайрат табиғи алаңда жақсы ойнайды, енді өзіңіз білесіз. Жаңағы қан тәңірінің стадионда ойнай алмады ғой өткенде. Оларға көп нететін қиналатын сияқты. Ал Қайрат жаңағы бір табиғи алаңға шыққанда бір суда жүзген балықтай ойнайды. Астанаға керісінше жасанды алаң бір ыңғайлы, әбден үйреніп қалған Астана аренада да. Енді сол шынымен құрамға байланысты сияқты. Және де бір ерекше айта кететін жағдай, ол Дастан Сәтбаев деп ойлаймын. Бүгін өте жақсы ойнап берді. 4 голдың 3-үне тікелей қатысы бар ғой. Сол ойнай алмай қалса сынаймыз да. Былай қарап тұрсаң әлі 18-ге толмаған ғой ол бала. Және солай болғанда да сол психологиялық тұрған қағидат ғой, қалай дегенде. Енді осы орайда қазір Қайрат басында алғашқы турларда ұпай жоғалтты, енді Жетісуға қарсы. Анау бүгінгі ойында маған анау несі ұнады? Юкала ма? Финляндиялық ойыншы өте жақсы ойнады ортада. Қайраттың жалпы ортасы мықты болды. 2 пас контратакадан қарымта шабуылда кәдімгі 1-1, 2-1 шығарып жіберіп отырған жерде мүлдем үлгерген жоқ. Бірінші голда Қасым үлгерген жоқ, аяғын қойып. 3-ші голда Қараман жатты, ол жерде де үлгерген жоқ. Осындай ортадағы ойыншылар өте керемет пас беріп отыр да, қабылдады бірден.
андай допты ұстау болған жоқ. сосын қосылғыштар өзгергенмен қосынды өзгермейді дейтін математиканың заңдылығы бар. Мысалы Садыбеков шықты, мысалы бір қателігі болды басында, бірақ ол содан кейін жақсы. сосын кім Байбек шықты екінші таймда, мысалы ол да мысалы Рамазан Бағдат шықты. осы позицияға, мысалы артқы жартылай қорғаушы позициясына өте керек қой, Қазақстан құрамасына керек ойыншылар. Сондықтан олардың тәжірибе алғаны да өте дұрыс деп есептеймін өз басыма. Енді мынау осы жылдың енді басты бір ньюсмейкері болған ол Ақтөбе командасы, оның Бекес сөзінің өзінде осы жерде жаңа кімді айтып жіберсек болады ма? Астанада Абраевты. Ойын көрдіңіздер ме осы турға дейін? Қалай болды ойындар сізге? Мен ойыны маған қатты ұнады. Сол маған ойын ұнады да, 3 турда ойнады Қазақстан құрамасына дейін. Одан кейін Қазақстан құрамасын шақыртып алды. Мен сол ойында 19 жасқа дейін. 19 жасқа дейін шақыртып алды. Мен сол ойынды жүргіздім. Енді 19 жасқа дейінгі жерде ойнап жатқан балдардың көбісі бірінші лигада, екінші лигада ойнайтын балдарда, сосын кейбіреулерінің ойын практикасы жоқ. Мысалы Мақсат Абраев 3 турда өте жақсы ойнап жүрді. Келеді да ұлттық құрамада соңғы 87 минутта 89 минутта шығарады да. Меніңше пайдалану керек сияқты ондай балдарды ұлттық құрамада. Абай енді жаңа баспасөз конференциясында осыны айтты. Жаңағы бұлар Европа чемпионатына таласты ғой 26 мүмкін. Сол кезден жаңа Абраевты енді ойнатқан жоқ. Біз оны осы ойын практикасы болады. Ұлттық құрамада жасөспірімдер құрамасында үзіліп қалмайды. Премьер лигаға дайын келеді деп ек, бірақ оны бапкер шақырды, неге ойнатпады дейді да. Сол 10 күн ойнаған жоқ мысалы ойын. Білінеді ғой қалай деген. Бірақ маған тобымен ойынды қатты ұнады. Қандай жақсы, ана Вукчевич деген мықты қарғаушы ғой. Соны ары бері тасыды ғой. Бұны енді қазір Камараның орнына ойнатып жатыр ғой былтырғы. Жақсы, енді маусымға толық шығуға күші жетер ме екен, бірақ былтырда Дастаннан сөйтіп қорыққан едік. Дастан соңында әдемі алып шықты. 20 гол соқты бір маусымда, өте тамаша көрсеткіш қой. Енді жаңағы Ақтөбе туралы айтайын деп жатырмық. Нани келді дедік, басқа да ойыншыларды алып жатыр, бірақ осы сіз бірінші кезектен Ұлытаумен матчтан бұрын жалпы Ақтөбенің биылғы трансферлік саясатына көңіліңіз тола ма? Негізі белгілі бір дәрежеде олар өте дұрыс істеп отыр. Ең бірінші командаға назар аудару керек. Мысалы Ақтөбе 2019 жылғы 2019-да ма 2020-2019-да бірінші лигаға түсіп кетті ғой. Смақовтың кезінде. Содан кейін бір еңсе көтерген жоқ қой. Ол премьер лигаға оралды, бір екі рет па жүлдегерлер қатарына кірді. Бәрібір бар ғой. Ол бұрынғы деңгейіне көтеріле алған жоқ. Сондықтан белгілі бір дәрежеде серпілтіп алу үшін сондай бір жарнама ретінде. Оның үстіне жаңа басшылық келіп жатыр. Және жаңа басшылықта кездейсоқ адамдар емес, мысалы үшін футболды білетін адамдар. Сондықтан бұл жерде Костовты көбірек ұстап қойды ма деген ой келеді. Костовты ерте бастан мүмкін ауыстыру керек пе еді. Ақыр осындай мысалы былтырда олар Леонов кеткеннен кейін тағы белорусиялық маманды көп ұстап қойды мысалы. Левчукті көп ұстап қойды мысалы. Көрдіңіз бе? Сондықтан Ақтөбе бір өзі түскен соқпаққа қайта түсіп, сол малтығып қалып жататын сияқты. Әйтпесе құрамы жаман емес қой мысалы үшін. Құрамы өте жақсы бұл. Жаңа Альварес деген бар, Пасторица деген бар. Және ол былай мысалы Мейрам Кикбаевты Жетісуға берді деген өзінде Аянбай Дөлет деген жас баласы бар. Сосын Мирас Оманиязов мысалы Ертіске барды мысалы үшін. Жақсы балалар бар. Пайдаланса дейсің, бірақ енді кім біледі, ең жаманы сол ғой. Сен бірдеңені жоспарлайсың, бірақ бәрі басқаша болып шығуы мүмкін да. Мысалы өз басым Қайратты 2024 жыл чемпион атады деп күткенім жоқпын. Бірінші осы соңғы бірінші чемпиондығы ғой. Иә, осы 4-ші чемпиондығы ғой. 2020 жылдан кейінгі чемпиондығы. Ал енді 2025-те оны сол атағын қорғап қалған үшін мен жанкүйер ретінде маған қызықты болды да, мысалы үшін чемпиондар лигасына шыққан анамнан былай қойғанның өзінде. Бұл неден аңғартады? Бұл тұрақтылықтан аңғартады. Бізге командаларға осы жетпейді мысалы үшін. Мысалы қарасаңыз, Испанияда Барселона, Атлетико, Реал арасында Севилья қосылады, Вильяреал қосылады. Негізгі осы үштік ұстайды, иә. Италияда осындай бір 4-5 команда бар, Англияда 6 команда бар деңіз. Енді Тоттенхэм биыл төмендеп қалды демесеңіз. Көрдіңіз бе? Осындай бір бізде жұмылған жұдырықтай бір 6-7 команда болу керек. А бізде біресе мысалы қазір Елімай шығып кетті. Оның алдында бір Оқжетпесінің 5-ші орын алған кезі болды. Көрдіңіз бе? Тұрақтылық жоқ мысалы үшін. Қазір Ордабасы спортта 7-ші орынға түсіп қалды деген сияқты. Сондықтан командалар егер жақсы нәтижеге жетемін десе тұрақтылықты меңгерген дұрыс. Ең бастысы сол нәрсе ғой. Ары қарай кәдімгі инерциямен кетеді. Баяғыда Кирилл Кикер жаттықтырып жүрген кезде Қайраттың ана жағдай онша болмай жүрген кезде 2 жыл мысалы 4-ші орын алды. Белгілі деңгейден төмендеген жоқ Қайрат, көрдіңіз бе? Ол жерде мысалы қазіргі Арсен Боранчиев, Андрей Ульшиндер ойнап жүрді жас балалар. Қазіргі мынау жоқ, Паула ғана болды ғой олар. Иә, көрдіңіз бе? Соның өзі 4-ші орыннан төмендеген жоқ. Сондықтан осындай бір тұрақтылық керек сияқты менің ойымша. Жалпы енді Ақтөбе мен Ұлытаудың матчын айтқан кезде Ұлытауды айта кетуіміз керек, өте керемет ойнады. Өз үйінде жалпысында негізі Ұлытау жақсы ойнайды. Өз алаңында, өз үйінде деген қалыптасқан. Сосын енді Ұлытаудың трансферлік жаңа нелерін айтуымыз керек.
өте жақсы мамандар бар ғой, өте жақсы қараған. Анау камерундық, ганалық ойыншылар бар ғой, 2. Сосын 2 анау жапониялық ойыншылар, кәдімгідей ойын жасап тұрған ойыншылар, сол жаңа ойыншылар келген легионер ойыншылары. Ақтөбеде сол легионер ойыншылар ондай нәтиже жасай алмай жатыр да. Ұлытауда жалпы биылғы маусымда осы 4 турды алып қарайтын болсақ, Қазақстан премьер-лигасында ең бір сәтті трансфер жасаған Ұлытау сияқты көрінеді сол ойыншылары. Енді қайрат айтуға болады, анау 2 фин өте жақсы. Ана Мазбаевтен мен осы өзіміздің мамандардың сөйтіп бір жақсы біліктілік танытқанын былай қалаймын шыны керек қой. Енді Мазбаев кезінде Астананың құрылымында жұмыс істеді, өзі ұлттық құрамада жалпы Қазақстан футболында Галиадор мысалы мерген, сондай мамандардың бір көрініп жоқ болып кеткенін қаламаймын мысалы үшін. Сондықтан ол өткен жылы Ұлытауды премьер-лигада ұстап қалды ма, биыл содан сәл алға жылжыса. Мысалы өткен жылы олар біраз ойыншыларды не қылды, аралық трансфер кезеңінде жіберді, қайтадан Пайовичтерді алды. Былай айтқан кезде әйтеуір бір жол іздеді. Енді тұрақтылық керек. Жаңа өзің айтып отырғандай, мысалы Котаро Кишик қалды ма, Бека Вачиберадзе қалды ма, Дмитрий Непогодов қалды ма мысалы үшін, енді олардың қасынан неге онда Абзал Тауы мен Қуандық Нұрсұлтанов нашар ойнап қалды? Олар неге негізгі құрамнан орын таппай жүр деген нәрселер тұру керек та енді. Бізде мысалы өткен турлардың бірінде Қызылжар және Қайсар команда. Мысалы 10 легионерге дейін шығарған кездері болды мысалы. Демек біздің футболшылар олардан бәсекеден жеңіліп жатыр деген сөз. Сондықтан осындай мен әр тур сайын құрамына қарап отырамын да, мына бала мысалы бүгін Байбек пен Садыбековке бөркімді аспанға атып қонсам, мына жақтан сондай бір балалар шығып жатса, мен міндетті түрде қуанамын. Мысалы үшін мысалы Алтайдың сапында Дадаевтың қазір жақсы ойнап жүргеніне өз басым ризамын. Мысалы Дадаевтың кезінде 17-18 жасында қандай үлкен үміт күттік. Енді қазір бір 3-4 тур жақсы ойнап қайтадан көрінбей кетпесе екен деп жүрмін мысалы. Сондай нәрселер болады да. Сондықтан менің ойымша легионерлерге сүйсінген дұрыс, бірақ оның тасасында өзіміздің балалар тұрма. Жоқ, менің ойымша өзіміздің балалар легионердің болған дұрыс. Өзіміздің балалар тек сол легионерлерге қарап, солардан асып түсу үшін жұмыс жасау керек. Мысалы Сәтбаевты бекерден бекер негізгі құрамда шығарып жүрген жоқ қой, болмаса жас бала ғой, ол мықты болғаннан кейін шығарып жүр. Әрине, сондықтан солай болу керек деп ойлаймын. Айтып отырғаным сол бір көрінеді да біздің балалар. Мысалы Рамазан Абылайхан деген жаңа Ұлытаудағы мысалы, жап-жақсы шабуылшы ол кезде Қызылорда емес, Қырғызстанға барып 1-2 гол соғып келген бала мысалы үшін. Сол мысалы өткен маусымда біздің командалар бірінші лигадан көптеп ойыншылар тарта бастады. Соның ішінде тұрақтап қалған бір қазір 20 ойыншы бар. Бұл жақсы көрсеткіш. Жаңағы мен айтқан Қуандық Нұрсұлтанов, мына Нұрдәулет Ағизанбаев мысалы тек қана бірінші лигада жүрді ғой мысалы. Әйтпесе Елдос Оралбайлар ойнады, қайтадан Едіге Оралбайлар. Ана бала кім екінші лигада жаңа Ұлытауда кезінде бомбардир болды, Ерсұлтан Төреқұл деген. Ол тұрақтай алмады мысалы, көрдіңіз бе? Қайсардағы қорғаушы жас 18 жаста Мырзағалиев. Ол қазір қайтадан бірінші лигаға кетіп қалды. Тұранға кетіп қалды. Мысалы көрдіңіз бе? Осындай нәрсе. Бізде бірінші лига не істеу керек? Ол КПЛ-дың, яғни премьер-лиганың доноры болу керек қой. Беріп отыру керек қой мысалы. Енді сіздерге қараңыз, Дамир Марат пен Дәурен Жұмат орда былтыр Оқжетпесті сүйреді. Енді биыл қайтадан кішкене көлеңке түсіп қала ма деп қорқасың да мысалы. Енді сіздер қазір айтып отырсыздар ғой, жас балдар бірінші, екінші лига бізге донор болу керек деп. Мен кеше инхоккей алды ғой бірінші, екінші лиганы. Сол жерде мен жүргіздім. Бірақ енді шайба деп айтқан мен емес, бірақ дегенмен жүргіздім. Сол ойынды қарап отырмын да, біздің көптеген әріптестеріміз сол комментатормен трансляция жайлы айтып отыр. Анау егер шынымен екінші, бірінші лиганы қарайтын болсаңыздар, төрешілердің қателіктері ол жерде ұйымдастыру жағынан, мысалы Тұранның бірақ қосалқы құрамда бірақ ойыншымен келген Тұран жастары екінші лигада. Ол жайлы ешкім айтып отқан жоқ. Ұйымдастырушылық мүлдем жоқ деп айтуға болады. Ана жерде дайын емес командалар. SD Family бір сағат қалған кезде атын ауыстырып жатыр. Екібастұз ауыстырып жатыр бір күн қалған кезде. Мысалы соның барлығы ресми кәдімгі лига ғой. Ол біздің мысалы сосын айтады 19-17 жас жақсы ойнайды, 21 жас неге ойнай алмайды дейді. 17-19 жас QG лига бар бізде. Өте жақсы жүйе қалыптасқан ол жақта. Содан пісіп келеді да 21 жасқа дейінгілер 19-дан асқандар қайықта ойнайды бізде. Бірінші, екінші лигада пісіп жетілу керек. Біздің екінші лига жаңағындай болып жатқан кезде ұйымдастырушылық жағы мен олар жоғалып кетеді деп айтуға негіз бар ол жерде. Қорап-қорапмен жоғалады мықты ойыншы. Сол бір жүйе керек та бізге. Сол кезде біздің жас балдар, мысалы Мырзағалиев кеше Қайсардың негізгі құрамына сақтап қала алмады. Енді легионерлер келді, яғни орын босатып беру керек жаңа ойыншылар. Барады ол бірінші лигада, екінші лигада мықты нәтиже көрсетіп қайтадан өсіп келу керек. Бірақ ана жақта жаңағыдай төреші сындырып жатса, немесе ұйымдастырушылық әлсіз жатса, ол піспейді ғой, одан сайын нашарлап кетеді ғой. Сондықтан тек қана премьер-лигаға назар аудара бермеу керек. Бәріне назар аударуымыз керек. Бұл жерде жанашырлық КФФ-ның тарапынан да болу керек қой кәдімгідей. Енді сосын жаңа Ұлытаумен неге қайтып келейік Ақтөбеге. Ұлытау менің ойымша бүгінгі ойында сол ойында жеңіске жетуге лайықты болған сияқты. Заруцкийді айту керек.
бір бәріміз Анарбеков, Сейсен, сосын Шайзадан айтып жатырмыз ғой. Негізі Заруцкий өте мықты қақпашы екенін дәлелдеп жүр Ақтөбеде. Ақтөбеде қазір қатты бір ойын жоқ. Сол Ұлытауға қарсы ойында меніңше Заруцкий кәдімгі Ақтөбені бір ұпай алып берген Заруцкий деп айтуға болады. Өте көп себеп жасады. Сосаның голы да әдемі болған екен, мен енді тек ол да бар. Сосын жаңағы Ұлытаудың тағы бір 1-0 кезінде 2-1 шығып салмай қалды, ана биіктеу жерде. Әйтпесе ойын тағдыры шешілетін еді. Енді одан кейін Қайсарға қатысты да үлкен көп үміт күтілді ғой. Жаңа сіз айтқан жарнамаға жағынан да легионерлер, енді былтыр өзіңіз білесіз 11 қазақтың баласын ойнатты да, биыл саясат өзгерді, клуб жаңағы бір жеке меншікке өтті. Қазір енді жергілікті ойыншылар жоқ деген жанкүйерлердің бір несі болып жатыр. Өйткені ана қақпашы Салайдиннен басқа Қызылордадан жаңағы Думан Нәрзілдаев, Темірлан Мырзағалиев деген сияқты Өркен Махан деген сияқты біраз футболшылар жаңағы көршілес Түркістанға кетіп қалды, басқа командаларға кетіп қалды. Дегенмен енді ана Перофонтов келіп Оқжетпесте ойнаған біраз ойыншыларын әкелді, сырттан жаңағы легионерлер келіп жатыр. Осынау Қызылжармен матчта 2-1 жаңағы Нигерияның ойыншысы Эзекел мен кім шықты? Мозес негізгі құрамынан шықты, бірақ есеп 0-0 болды. Сосын енді Қызылордада әрдайым әр тур сайын айтады жаңағы төрешілерге қатысты сын айтып жатады. Кешеден пенальти бермеді деп жатыр. Сіз көрдіңіз ба ойынды? Көре алмадыңыз. Мен эфирде 2 ойында да 2 күнде де 3 матч болды да, жүріп соны көре алмадым. Енді ол жерде былай болды. Бірінші таймда бұрыштамадан асырады допты. Қапталдан келіп асырды ма? Сосын Мозес допқа таласатын кезде алдында тұрғанда итереді. Итерген ойыншы құлайды, содан кейін баспен ұрған кезде қолына тиіп кетеді оның. Бірақ қолына тиген анық, енді пенальти береді егер қолына. Бірақ меніңше оған дейін Мозесте фол болған сияқты. Енді өйтіп айтайын десең, жаңа жеңіспен Қызылорданың ойыны бірінші турдағы ойын еске түседі да, Қуат итеріп жіберген кезде ол фолға есептелмейді да, гол есепке алынады, жеңістің голы ең соңғы минутта. Егер сол жерде жеңілмегенде Қызылорда Қайсар жеңіп тұрған ойыны. Ал мына жерде фол болған жоқ дейді. Қайсардың жанкүйерлерінің ренжитін реті бар. Екі жағдайда екі түрлі қарап тұр да. Екеуі бірақ бірдей ситуация. Сондықтан сол дауыс соған байланысты сияқты. Бірақ енді Қайсар жаңа әзірге енді 4 турда бір-ақ гол соқты, сол жеңіске ғана. Жаңа сіз статистиканы айтып жатсыз ғой. Қайсардың биылғы статистикасы төмен әзірге. Енді алда келесі турда енді олар Атыраумен ойнайды, Түркістан. Бұл жерде жаңа командаға бәрін қидай сыпырып ұтып кету деу қиын ғой. Бұл тұрғыдан келген кезде Оқжетпеске риза болуға болады да, мысалы үшін 25 ойыншының 24-і кеткен екен. Өзіңіз ойлаңызшы. Енді Бексұлтан Шәмшинді бүгін қайтарып алып отыр, сонда бір 2 ойыншы қайтып келді десеңіз, команда мүлде жаңа команда. Бірақ қалай ойнап жатыр? Қазірде мысалы соңғы ойында мысалы жеңістен Асунсаудың голын жаңа бір көзімнің қиығымен көріп отырмын. Қалай әдемі соқты. Енді есе қандай мынандай ғой, енді солай ғой, бірақ бізден өзіңіз жақсы білесіз, мына бір футболда бір агенттер, бір менеджерлер бар. Олар былтырғы анау ертісте жүрген құрамның жартысын бапкермен қоса Оқжетпеске алып келді. Негізі олар бір-бірімен жаңа Абибір, Нұрымбет, жаңа команда деуге келмейді дейсіз. Васильев бар, Васильев бар. Олар жаңағы бірге ойнап үйренісіп қалған. Соны мына жақтан енді ертістегі басшылықпен келісе алмай, мына жаққа келіп сол құрам ойнап жатыр, үстіне қосты. Бұл жерде жаңа тұрақтылық деген әңгіме келіп шығады ғой. Болса дейсің да, мысалы Александр Мартинович Қайраттың сапында 3-ші маусым ойнап жатыр, мысалы. Ал енді кімді өзіңіз елестетіңіз? Астананың құрамында мысалы Ян Вараговскийдің ойнағанына 5 жыл болды ма, мысалы. Тұрақтылық бар деген сөз да, мысалы. Енді Астананың жаңағы құрамы қарасаңыз, Томас, Абзал Бейсебеков, Вараговский, Каримов, жігіттердің біраз жүріп енді ұзақ. Бүгін жас балдар шықты. 3 жас бала шықты. Өзбекстаннан келген жігіт. Ол да шықты, 89 метр шықты. Енді Қайсар мен жаңа Оқжетпесті салыстырып жатсыздар ғой. Осы орайда Оқжетпес тарапынан маусым басталған кезде Оқжетпестің бапкері немесе сол Көкшетауда спорт директорлары айтқан жоқ та, спорт президенттері биыл 3-ке ілінеміз деп. Оқжетпесте қысым жоқ, мүлдем. Бұны айтқым келіп тұрғаны. Мүлдем қысым жоқ. Нәтиже бар ма? Бар. Күшті. Нәтиже жоқ па? Ешкім қыспайды. Өйткені команда жаңа деп айтып жатыр да. Қызылордада бізде енді айтып қойды бірден басталған бойдан. Клубтың директорлары айтпағанмен жаңа Қызылордадағы басшылық айтып жатыр да. Біз биылдыққа таласамыз, 5-ке 3-ке таласамыз деп жатыр да. Енді қараңыз, бұл 4 тур көп ештеңе шешпейді. Иә, сол ғой. Енді ол мысалы қараңызшы, енді статистика дейміз ғой. Онсыз оған сүйеніп сөйлемесем ғой. Бізде 6 команда жеңілген жоқ, 6 команда жеңген жоқ әлі бір. Бұл да қызықты статистика ғой. 4 турда 4-6 24 ойын өтті.
сонда 6 команда әлі жеңілген жоқ, 6 команда әлі жеңген жоқ. Бұл қызық нәтиже да. Демек бұл нені айтады? Бұл көктемгі футбол бәрібір. Ары қарай енді қыза шабады ол. Сондықтан ертең Ақтөбеде бауырын жаза шабуы мүмкін, ертең Қызылордада талайдың нервісін. Анарбеков әлі гол жіберген жоқ. Иә. Қызылорда ертең талайдың жүйкесіне тиюі мүмкін, сондықтан Қызылжарда мысалы осал команда дей алмайсың. Маған қуантатын сол, қазір бір ғана нақты аутсайдер шығып тұр ғой бізде. Каспий ма? Каспий мен Тобыл. Енді Тобылда аутсайдердің қасына қосылмайсың бәрібір қасына. Алтай ше. Алтайдың ойыны Алтай жақсы. Алтай енді менің ойымша талайды әлі де шалады аяқтан. Құрамы мықты емес, бірақ Алтайдың ойыны жақсы кәдімгідей. Енді сол Каспий мысалы мен тағы да кішкене ішінен бір өкінішті болады да, Пірәлиев жаман нәтиже көрсетпесе екен деп. Ол да жас маман ғой енді қанша дегенмен. Олар бір жақсы нәтиже көрсетсе екен деп ойлайсың. Енді өзіміздің мамандар дейміз, енді Никитенкалар кетті, мысалы Линчевскийлер кетті, енді оның орнына өзіміздің Жалғыз Масудов жүр ғой енді ол заман. Иә, ол заманнан 60-тан асқандардың сол ғана жүр. Чебуринді сәл бүйтіп қосып қойған шығар, бірақ Чебуриннің өзі сырттан келді да, мысалы неше уақыттан кейін. Сондықтан көрдіңіз ба, осындай нәрселерде бір жас мамандарға да іштей тілектес боласың. Мысалы Әлиев мысалы қанша ұлттық құрамада сәтсіздеу болды деген күннің өзінде ол негізі біз клубтық бапкер ретінде танимыз ғой. Сондықтан жеңістің сапында да оның қадамы жаман болса екен деп ойлайсың. Ең бастысы ана Вулверхэмптон сияқты биылғы немесе жаңағы аутсайдер командалар бар ғой. Солар сияқты бүйтіп ұпай таратып отырмаса екен дейсің. Мысалы бір жеңіс 8 тең ойын 17 жеңіліс деген кімге керек мысалы үшін былай қарасаңыз. Қайсар енді кешегі ойында Қызылжармен ойында өте жақсы ойнады менің ойымша. Басымдық ие болды енді, көп мүмкіндік болды. Айбол Абекенде 100% гол соғатын мүмкіндік болды, дұрыс істей алмай қалды. Енді осы орайда Қайсарға не үшін жеңіс жоқ десеңіздер, шабуылшы жетіспейтін сияқты, орталық шабуылшы Мозес шабуылға араласып жүр. Сосын анау жаңа екінші нигериялық Эзекел. Иә, ол енді бірінші ойыны Қазақстан премьер-лигасында. Иә, көріне алған жоқ, ондай қатты, бірақ дегенмен сол қапталда өте пас беріп бір Қызылжардың Айбаланың ішінде бос кеңістік жоқ, бүкіл ойыншы жатыр, сондықтан оларға бір кішкене бос кеңістік керек болды ма? Енді қапталдан келіп асырып жатыр, екі қапталдан келіп асырып жатыр да қайта. Осы орайда бір шабуылшы жетіспейді кәдімгідей көрініп тұр. Жақсылық кеткен соң білініп қалды. Иә, енді ертең бразилиялық ойыншымен келісімшарт отырды, иә. Сол шабуылшы деп жатыр, мүмкін сол жағдайды реттейтін шығар. Сосын жаңа Есияға сіз айтқандай, ол не ғой? Көктемгі ойын әлі. Ферапонт жаңа бапкер, жаңа құрам бәрі. Сондықтан енді ол жерде де былай шешім қабылдауға кішкене асықпаса екен деп ойлаймын. Ферапонт былтыр оғы жетпесте қалай сәтті бастады да, ары қарай мүмкіндік берілген жоқ қой. Сондықтан оған да бір шыдап көрсеткен деп ойлаймын. Оғы жетпесте де бәрі бірден басталып кеткен жоқ қой ода. Одан кейін мынау жаңағы Астанада кеше ойнады, Елімай мен Тобыл ойнады. Елімай енді 1-0 есебімен жеңіске жетті. Роман Мұртазаев қазір енді қазақ футболында бір жокерлердің бірі болып тұр. Кеше статистика келтірдім. Елімайдың сапында 15 гол соққан екен. Соның 12-сі жокерлік гол екен мысалы. Негізгі құрамда шығып соққан шақ гол. Және мен қонатыным осыдан 2 жыл бұрын біз анау коммент шоуды жүргізіп жүрдік қой. Сол кезде Роман Мұртазаев қонақ болып келді. Сол кезде Роман сені 14 гол жетпейді, сосын 100-ге деп едім. Соғам деген. Қазір 96 гол, 4-ақ гол қалды, 10 гол соғып тастады. Өзім қатты күтіп жүрмін соның ішінде. Енді бізде 100 гол соққан қазіргі футболшылардан енді ешкім жоқ қой. Жоқ, иә, шынында жоқ. Ана Танат Нөсербаев, Азат Нұрғалиевтер біраз жақындады да. Таңат 97 голмен тоқтап қалды. Иә. Азат асты енді, Азат асты. Екі команданың ойыны екі түрлі болды. Сосын екі команданың команда ішіндегі атмосферасы да екі түрлі сияқты. Елімайда микроатмосфера бір керемет сияқты, өйткені ойыннан кейін, жеңістен кейін кәдімгі жанкүйерлері келіп қолдау, мысалы Астана аренада ойнап жатса көп келді. Иә, өйтіп келмейді ғой былайынша. Астанада келіп қолдау. Семейден келіп қолдап жатыр, жаңа ауылдарынан. Отыр, мен Ақсуаттан келдім. Иә, сондай. Сосын ойыннан кейін жаңа ойыншылармен бірге бапкермен жаңа клубтың президенті дейміз, кім, Ранхаевты қалай айтамыз? Сол кісі де барып бақылау кеңесін. Сол кісі ойын біткеннен кейін жанкүйерлерге рахмет айтып жатыр ғой. Сол кезде ол кісі де барып жаңағы сол команданың ішінде, сол команданың адамның сияқты қуанып жатыр да бірге. Бұл андай команданың ішінде жақсы атмосфера қалыптасып келе жатқан дейді. Енді мен ойлаймын, Елімай жалпысында негізі ұпай жоғалтпайтын команда еді. Өздеріне жағдайын қиындатып алды басында. Енді әрі қарай жақсы нәтиже болатын сияқты оларда. Сосын мен жаңа стадионнан көрдім, кім Рамазан Оразовқа көп мүмкіндік беріп, және де ол ойынды жүргізуші ретінде жақсы ойын көрсетті. Есесіне Тобылдың кім Асқат тағы берген ойыны жүрмей тұр. Асқат кәдімгідей алаңда кәдімгідей ашуланып сөйлеп жүр. Агрессия. Басынан бастап ашуланып жүр. Мен өткендегі Астанамен ойында көрдім. Басшы екеуі бір ескертіп алып алды. Бір аңдытып та жүрді. Ойынның берекесін кетірді. Иә. Асқат бір ашумен жүр. Ол кезде екінші таймнан басталды Асқаттың ашуы. Кешегі ойында мен байқадым. Бірінші минуттан бастап кәдімгі ашуланып, ана қақтығыс болған жерлерде де барынша сөйлеп қалып, айтып қалуға тырысып. Ондай жоқ еді ғой деймін. Мен неге өйтіп жүрген? Сол айтып отқаным, Тобылдың ішінде атмосфера дұрыс емес сияқты. Ойыннан кейін енді барып жанкүйерлер білмеймін біраз сөкті, енді білмеймін не айтқам. Енді сол жердегілерден сұрасақ,
сенеміз, ойын көрсетіңдер депті, чемпион нені рух жоғалтып алдыңдар. Давайте деген ғой. Бүкіл эмоция суперкубокта қалып қалды ма екен деп те қорқасың қалай дегенде. Бірақ енді Нұрбол Жұмасқалиевқа мүмкіндік берген дұрыс сияқты. Жұмасқалиев келген жоқ ойыннан кейін. Неге? Баспыз. Енді бір жеңіске жетсе, мысалы Қайсарда бір жеңіске жетсе, Ақтөбеде бір жеңіске жетсе, Тобылда бір жеңіске жетсе, қаптың аузы шешіліп кетуі мүмкін. Ол ешкім ештеңе деп болжай алмайды ғой, шыны керек. Бірақ ана Тобылдың кішкене трансферлік саясаты меніңше сәтсіздеу болған сияқты. Өйткені мынау жаңа сіз айтқан Дәурен Жұмат, Дамир Марат бір Тобылдың ойынына келмейтін сияқты ойыншы. Соны мен де ойлап сосын орталық шабуылшы жоқ. Ана былтыр Сигнеевич болды ғой. Оның орнында сосын Чесноков кетті, оның орнында басатын ешкім қалмаған. Ортада да енді Асқат қазір бұрынғыдай жас емес. Оның қасында да бір доп ұстайтын мынау Талалал деген мароккандық футболшыны әкелді ғой, ана шерикте ойнаған. Ол жаңағы Месаудидің орнын алып еді, ол жарақатпен келген, оны да байқамаған. Осындай трансферлер өте. Месауди неге кетіп қалды деп ойлайсың? Иә. Сондай былтырғы жақсы ойнаған ойыншылар кетіп қалды, орнын басатын ешкімді алмаған. Сондықтан енді нәтижеде соған сай болып жатқан сияқты. Қарасақ жаңағы өзіңіз айтқан жаңағы кім Абраевты алдап кетті деген Букчевич, алданып қалды деген сол Букчевичіңіз, Миладинович деген сияқты ойыншылардың ешқайсысы бір бабында емес. Сосын жаңағы біз байқап отырмыз, мен Елімаймен ойында да, Астанамен ойында да көрдім, Тобылдың бір қол жұмысы жоқ сияқты. Ұтылып атырық деген бір ойын жоқ сияқты, бір командада сәл дұрыс емес сияқты. Сосын кеше анау кімнің кезінде Черчесовтың көмекшілері болған Ромашенко ма, сондай бір бапкерлерді әкеліп бір Жұмасқалиевқа да қысым жасап отқан сияқты, әзірге көмек шығып, ертең ол кетіп қалса орнын беру ма, енді сондай ол да бір бапкерге қысым деп ойлаймын. Түрде әсер етеді ғой оның бәрі. Андытып қойған. Сондықтан осындай жағдайлар, ішкі атмосфера түзелмейді. Енді Тобылға әтпесе жаңа тұрақтылық деп жатыр қой. Бір соңғы жылда 5-6 жылда меніңше Қазақстандағы ең бір тұрақты команданың бірі Тобыл. Өйткені Қазақстан кубогын бірнеше рет ұтты, суперкубокты жеңді, чемпионатты да жеңді, үштікте жүр, Еврокубокқа тұрақты қатысып жүр. Сондықтан енді Тобыл сияқты командалар бізге керек деп ойлаймын. Тек қана Астана, Алматы емес, осындай өңірлердегі командалардың. Әрине. Енді Жұмасқалиевқа бәрібір де сенім арту керек сияқты. Бұл қиындықтан сол кісі ғана алып шығатын сияқты. Ана жаңа келген мамандар сол Астана аренада отырды, екеуі жанкүйерлердің арасында отырды, қарап, екеуі де бірге. Енді бірақ дегенмен қазақстандық маман, аңыз ойыншы. Бірақ енді маған сол келмеген ұнамады. Ол Түркістанда да келмеген екен да, баспасөз мәслихатына. Енді ол кісі келгенде де көп әңгіме айтпайды, бірақ десе де сол жерде біз мысалы сұрақтарымыз бар, қатысамыз, көреміз, білеміз, сұраймыз деген сияқты. Кішігірім журналистерге де сыйластық болған дұрыс сияқты. Енді 200 мың теңге төлейді екен, бірақ десе де 2 ойын қатарынан келмей қалды. Енді 200 мың теңге бере саламын деп ойлаған шығар, бірақ келу керек сияқты менің ойымша, ол дұрыс емес сияқты. Әркім жұмысын атқару керек қой. Сосын жаңағы енді соңғы матчтарды айтып жіберейік. Енді тағы мынау Оқжетпес Астанаға келді, кіммен Жеңіспен ойнады. Мынау маған ұнап жатқан Ақмола облысының қазір әкімдігі тарапынан футболға деген бір ерекше қолдау болып жатыр. Марат Ахметжанов қазір облыс әкімі осы ойынға келген екен. Сосын осы арына бұлар фермерлер алды, қазір демеуші болып жатыр. Бұл қызық тенденция. Бұрын сондай ауыл шаруашылығы мамандары футболға ақша салмаған. Иван Сауэр деген осы Астана іргесінде бір Родина деген ауылды гүлдендіріп қойған. Сол кісі келген, кешеде көрген шығарсыз, мотивация беріп жатыр. Гол соққан ойыншыға миллион. Сол қалай екен деп қой. Қорғаушылар гол соққан жүгіріп кетті. Бүгін Асунса соқты. Бүгін мысалға қараңыз, ұтылып жатып гол теңестірсе 2 миллион теңге береді екен. Ол жай соққан емес, егер сен команда ұтылып жатып жауап гол соқсаң, қарымта голға. Сондықтан бүгін жаңа қорғаушысы 2 миллион теңге алды. Ол да бір енді қызық мотивация болады. Дегенмен Оқжетпес ұтылған жоқ әзірге. Ұтылған жоқ. Ода да 8 ұпай болып тұр. Сосын Жеңісті де айта керек. Жеңістің осыған дейінгі ойындарын көріп жүрмін. Бірінші таймда меніңше Әлихан Әлиұлы андай жоғары прессингпен қысыммен ойнайды да, қатты жоғары ойнайды да. Өз нәтижесін береді да, бірақ екінші таймда бір 60-шы 55, тіпті екінші тайм шыққан кезде де бірден андай бір әлсіреп қалып жатады. Білмеймін не екен, мүмкін қосалқы құрама әлсіз. Сосын Әлихан Әлиұлы бүгін сол тең ойынға өзі кінәлі сияқты, өйткені ойыншыларын ауыстырған жоқ.
гол соғамын деген ұзақ ұстады, ол жетпес болса оған дейін ойыншыларын ауыстырып үлгерді. Қосалқы құрамнан ойыншыларын ұзақ ұстайды Әлихан аға. Ол ұлттық құрамада да солай болған. Сондай болды, иә. Иә, ол клубта да сондай ше. Мүмкін енді жеңіс ұлттық құрамада енді мүмкіндіктер бар. Жеңісте мүмкін қосалқы құрамнан шығатын ойыншылары қатты мықты емес шығар, сол үшін ұстайтын шығар. Аса осал емес негізі қосалқы құрамның ойыншыларына. Болмаса негізі бірінші таймда әдемі ойнады, ол жетпеске. Элгуджи Лабжанидзе мысалы қосалқы құрамда отыр. Ол кез келген уақытта шықса нәтиже жасай алатын ойыншы ғой. Иә, сосын да мысалы үшін анау Садовский жүрді. Қандай екінші таймда шығып қаншама нәтиже жасады. Енді анау Сантананы алды, Қайратта ойнаған, Ақтөбеде ойнаған. Сосын мына Меркельді әкеліп еді, ол да қазір қосалқы құрамда отырып қалып жатыр. Пока физикалық тұрғыдан дайын емес дейді сұрап едім. Ауырып қалды кішігірім. Екінші өткенде мен Ордабасқа қарсы матчын көрдім Астана аренадан. Ол командадан дәл сол Жасұлан Әмір сияқты ойынға бір тың қосылған ойыншы табылмай қалды негізі. жылдамдық жетпей қалды. Иә. Әйтпесе бірінші таймда негізі Ордабасыға жақсы ойнады ғой. Ол кезде де бірінші таймда жақсы ойнады. Микаэль Аскаровтың сол қапталынан асыратын пасының бәрі жақсы екен, сол пайдаланатын ойыншы табылмай қалды соның негізі. Бүгін де жақсы ойнады, сол екінші тайм алғашқы минуттарында да жақсы ойнады. Содан кейін барып ол жетпес өзінің. Сосын мынау кімге Алтайға бір обал болды деп жатыр, кім Масудов бұл бассыздық қашанға дейін жалғасады деген сияқты төрешілердің қателігіне жаңа пенальти болды ма деген сұрақтарға қалай ойлайсыз? Енді ол жерде қайталау болмай қалды. Иә, қайталау болмады. Қайталау сол бірдеңе деп айту қиын. Бірақ енді бәрібір мысалы енді артқа жүгіріп көрсетуге болады ғой. Мен асықпай қарадым сол эпизодты. Бәрібір Айбаланың сыртында жасалған. Арғы инерциямен екеуі де ішке кіріп кетті. Соны көріп төреші пенальти белгіледі басында. Бірақ менің ойымша бәрібір ол сыртында жасалған да мысалы. Ал Митрофанов дайын тұрды ғой, пенальти тебуге дайын тұрды. Бірақ бәрібір Бас төрешіні шақырған жоқ қой варға. Шақырған жоқ, иә? Вар өз шешті. Сосын маған ұнап жатқан белорус бапкер келді, Кирилл Альшевский деген. Мынау ертісті бір сматтан бір маусымның алдында бір аяқ астынан жинала салды, бірақ жап-жақсы ойын көрсетіп жүр команда. Сосын енді өзіңізге жақсы таныс, жаңа Вячеслав Шибыров деген футболшы қазір ертісте ойнайды, кеше пенальти сала алмай қалды ғой. Бір көп үміт күтілген футболшы еді кезінде. Сол ияшында да кішкене сол нәтижелілік өте төмен негізі ше. Ордабасыда да қатырмады, Ақтөбеде де мысалы үшін жол болмады. Өзі де айтты, Ордабасыға бекер бар деп. Бірақ енді сол ол да кезінде мысалы үшін Қайратта жүрген кезде Ресейге де жіберді ғой олар бір. Қайрат Москвада ойнады мысалы үшін. Осындай жігіттер бір шында да көрінсе екен деп ойлайсың. Мысалы енді Эрли Холланд демей ақ қояйық, Килиан Мбаппе демей ақ қояйық. Бізде мысалы Айбар Жақсылықов танылған шабуылшы, Иван Свиридов мысалы үшін танылған шабуылшылар. Осылардың 4 маусымдағы көрсеткішіңіз 22 гол, 23 гол мысалы үшін ше. Премьер лигада соққан, басқа айтпаған күннің өзінде. Бұл өте төмен ғой. Өте төмен ғой. Жалпы Қазақстанда Мұрат Тілешевтердің кезінен кейін бір дұрыс шабуылшы қалған жоқ. Шынын айту керек. Біз ұлттық құраманың да үлкен мәселесі сол. Мысалы Максим Самаров қайта алға қояды. Ол да бір жетіскеннен болып жатқан нәрсе емес қой. Мысалы Айбар Жақсылық топырлатып гол соғып жатса, мысалы кеше Нұрдәулет Ағзамбаевты шақырып отыр. Ойын соңындағы баспасөз мәслихатында кім Талғат Меруа айтады. Бәрібір оның деңгейі сәл жетіспейтінін біз көріп тұрмыз дейді да. Оған мотивация үшін шақырдық дейді. Өте дұрыс. Күні кеше бірінші лигада ойнап жүрген баланы сөйтіп ұлттық құрамаға сен кандидатсың деп өсіреді оны. Бірақ көрдіңіз ба? Бізде үміт күткен шабуылшының өзі ұлттық құрамаға келгенде оның минусы көрініп қалады. Оған қатаң ойнайтын Намибияға да қарсы шығарылған жоқ, Камораларына да қарсы шығарылған жоқ мысалы. Көрдіңіз ба? Сондықтан бізде кемшін бұл шабуылшы жағы ғой, шыны керек. Сондықтан біз жасы 30-дан асып кеткен Мұртазаевтың, және ол таза шабуылшы емес, вингер ғой, нәтижесіне таң қаламыз да мысалы үшін. Сөйтіп Мұртазаевтар сияқты бір маусымда 17-18 гол соғатын бізде шабуылшы мысалы жоқ қой. Иә, енді соңғы ең көп гол соққан ол Абат Айымбетов шығар, 16 гол соқты. Иә, 16 гол соқты. Одан кейін ешкім жалай алмай жүр ғой сол көрсеткішке. Енді кезінде шынымен де жаңа сіз айтқан Олег Литвиненко, Мұрат Тілешев, Нұркен Мазбаев, анау қайтыс болып кеткен кім? Александр Шацких бар. Жоқ, ана ертісте ойнаған Зубарев 1-2-4 маусым болды оның. Иә, Финонченко болды. Андрей Мирошниченко болды. Қаншама ойыншылар болды. Иә, соңғы жылдары нәтижелік бір тұрақты ойыншы болмай кетті. Щеткиннен де бір күттік, ол да бір болмады. Иә, ол да болмай қалды. Кімден Артур Шушинашевтен күтіп едім. Ол да мысалы Ресейге барып, болмаса Израильге барып маусымына бір 2 гол 3 голмен ғана шектеліп отыр мысалы үшін. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз өте қатты мысалы ұлттық құрама соның бәрінен зардап шегеді ғой айналып келген кезде. Енді соңғы ойын қалды ғой, Жетісу мен Каспий ойнады. Отандық маман деп қалдық қой енді. Нұрдәулетов қазір бір үндемей жүріп ұпай жинап жатқан сияқты. Нұрдәулетов енді былтыр ауыз күйді ғой енді ол екінші айналымда барды, ол жетпеске.
Оқжетпестің жақсы нәтижесін құлдыратып жіберді ғой енді. Ол оның командасы емес еді ғой. Иә. Сондықтан көрдіңіз ғой, қазір ол өзін қайтадан былай айтқан кезде сүйек саяғын жинап жатқан жігіт қой. Өте былай білікті бапкер деп есептеймін өз басым. Сосын қазақ футболына жаны ашитын жігіт қой. Сондықтан менің ойымша Жетісу маусым басталмай тұрып аутсайдер қатарында қабылданған команда, өйткені оның қаржылық мүмкіндігі жоқ, оны сатып алатын ешкімде жоқ. Мысалы былай қарасаңыз, сатып алуға ынта білдірген де ешкім жоқ. Оның үстіне мысалы қараңыз, Рамазан Кәрімов, Мирас Оматай сияқты ойыншыларды кімнен алады да, Қайраттан алады да, Егор Ткаченко сияқты ойыншыларды Қайраттан алады да, бір жыл ғана ойнатып қайтадан ұзатып жібереді да, команданы қайта жасақтайды. Мысалы көрдіңіз ба? Мұның бәрі әсер етеді ғой. Серікжан Мұжықов біресе Елімайға барып, біресе Оқжетпес қайтып айналып келеді мысалы үшін. Осының бәрі нені аңғартады? Командада тұрақтылық жоқ екенін аңғартады. Мысалы Сұлтан Асқаров деген баланы алды да, мысалы Қайсар алды да, қазір негізгі құрамда ойнатып жатыр. Мысалы ол Қайраттың түлегі мысалы үшін. Сен көрдің бе, осылай қолдағы барын пайдаланылмай отыр да. Мысалы және екінші айналымда былтыр Рафаэль Саксес деген жігіт ойнады. Оның бәрі жоқ мысалы үшін. Сонда бір маусымдық деуге де келмейтін бір құрам болады да. Ал енді осы достықтан кім қалай алып шығар екен, Қайрат Нұрдәулет деп күтіп отырмын. Бірақ Қайрат жаңағы Жетісу жеңгенмен мына жақта Каспийдің жаңағы Пірәлі Әлиев тізгінін ұстаған Каспийдің жеңіліп қалғанда жаныңа батады белгілі бір дәрежеде. Иә, сол бір екі жақты боласың. Бірақ дегенмен енді Нұрдәулетовтың жеңісіне мен қуандым. Өйткені ол былтырғы бір подкастында айтқан келген кезінде Оқжетпес мен жасақтаған жоқ, мен команда емес, мен андай бір толық мүмкіндік берген команда алғым келеді деп айтты да. Биыл енді мүмкіндік берілді, бірақ сол Астанадан ойсырай жеңілген кезде мен сұрағам, неге ойын бірінші таймнан кейін неге ойынды өзгертуге ойыншылар шығармадым? Ол айтады, менде қаражат жоқ, жаңа сіз айтқандай. Қосалқы құрамда ойыншыларым ондай емес дейді да. Мен ойынды күшейтетіндей ойыншы емес, көріп тұрған жоқпын ешкімді дейді. Бірақ десе де жақсы нәтиже, қуандым мен Қайрат Нұрдәулеттің алғашқы жеңісі. Жансұлтан Мұхамедхановтың кетіп қалғанына ішім ашиды мысалы үшін. Енді Оқжетпесте жақсы ойнап жүр ғой, бірақ негізі сол жергілікті балалар, сол жергілікті футболда біраз еңбек сіңірсе деп ойлайсың ғой. Мысалы Нұрберген Нұрбол деген жігіт бар мысалы үшін. Былтырғы маусымда, алдыңғы маусымда жарақат алып қалды да, екі жыл бұрын. Былтырғы маусымда 7 ойынын көрсетті. Биыл қайтадан кішкене аздап негізгі құрамда шығып жүр. Осындай футболшылар жоқ болып кетпесе екен деп ойлайсың мысалы үшін, иә. Тағы кім бар ол жерде ескеретін? Анау кім деген футболшы болды, неге барып келді? Оле Бразилияға Берік Шайықов деген осы Талдықорған жақтың. Ол қазір Атырауға кетіп қалды. Сосын кім? Мұхаммед Еңсебаев, сосын жаңа Давид Есімбеков деген екеуі қазір екі командада жүр. Оларды да мысалы ұстай алмады. Демек, оларды қанағаттандыратын айлық бере алмай отыр деген сөз ғой. Сосын жаңағы тұрақсыздықтың бір себебі, мысалы жаңа алдыңғы маусымда 24-ші жылы Қайрат Нұрдәулетовтың құрамы, 25-ші жылы Смахов келгенде мүлдем ешқайсысы қалған жоқ. Енді биыл Смахов кетті, қайтадан жаңа команда жасақталып жатыр. Сосын Қайсарда ойнаған Сикач деген қақпашыны алып келді ғой қазір. Жақсы тұрып жатыр. Қайсарды біраз сүйреп еді кезінде, Комиковтың кезінде. Биыл да енді жаңағы Дастан Сәтбаевтар да гол соға алмай кетті ғой өткенде. Сондықтан енді жақсы қақпаш деп ойлаймын. Бірақ жақсы келген қақпаш бір жаман сол. Иә. Енді Жетісу жалпы премьер-лигада қалатын мүмкіндігі бар ғой енді. Енді дәл қазір ештеңе айта алмаймын, бірақ мен негізі ол командалардың ұпай таратқыш болмағанын қалаймын шыны керек қой, былай айтқан кезде. Оны сол таратып сөйтіп жатқан онша жараспайды негізі футболға. Енді осы турдың үздік ойыншысы деп кімді ойлайсыз енді өзіңіз? Енді өздерің айтып отырсыңдар, сол Дастан Сәтбаев қой енді. 4 голдың үшеуіне. Және бір ғана матчта 4 гол соғылды, оның үшеуіне бір адамның қатысы болса, одан басқа кімді үздік деп танисың мысалы. Енді бір гол деп айтатындай гол болған жоқ деп ойлаймын, өйткені андай үздік гол деп айтатын, өйткені енді бір аса барлық голдар жаңағы Қайрат матчында соғылды, негізгі голдар, қалған ойындар сол 1-1 осындай есептер болды ғой. Жаңа Ордабасы мен Атырау 1-1 аяқталды. Бірақ енді Атыраудың соққан голы өте былай ақылды гол болды. Дарапиев туралы не ойлайсыз? Енді кешегі ойында енді 2 гол соғылды, біреуі есептелмеді, дегенмен енді бір көпшілікке аса бір қажетті ойыншы емес қой енді Қазақстанда бір сұранысқа дегенмен. Менің ойымша оны кішкене былай дұрыс пайдаланбай жатыр ма деп те ойлап қалдым кешегі матчта. Мысалы Чебурин оны 2 қапталға кезек жүгіртіп отырды да, ал ортаға бір шықты, 2 рет шықты, екеуінде де нәтиже болды. 2 рет араласты мысалы. Сондықтан бір орталық шабуылшы ретінде мүмкін пайдаланып көрсе қалай болады деп ойлаймын да. Және өзі былай позицияны өте жақсы таңдайды екен. Сосын ең бастысы еңбекқор екен ол. Артқа оралып, қорғанысқа қалай көмектесіп, иә. Сол енді 20 жастағы жас жігіт қой енді. Бірақ сол өзім ойлаймын, сол орталық шабуылшы ретінде соны пайдаланып көрсе қалай болады деп. Негізінен сол позицияны айнытпаса деп ше. Енді қысқаша келесі турға бір болжамдар айтып жіберейік. Ол бірінші ойын Атырау Қайсар Түркістанда өтеді. Қалай ойлайсыз?
өте қиын. Енді тағы да тең болады десем Қайсарлықтар ренжитін шығар. Бірақ енді Қайсарға жеңіс керек. Атырауды әлі жеңіп көрген жоқ қой. Жеңген жоқ. 4 ойын 4 ойын тең. тең. Сондықтан енді білмеймін, бұл жерде нақты фаворит анықтау қиын. Бірақ өз басым Қайсар деп отырмын. Енді бұл жерде Атырау өзінің ойынын қойып алған, қалай ойнайды біледі енді. Қорғаныста ойнасын, ол қиналсын қорғаныста жат, бірақ өзінің ойынын қойып алған. Осыны айту керек, жүйелі. Қайсар Ферапонтов әлі өзінің ойынын таппаған сияқты. Енді тур сайын бір ойыншыдан қосылып жатыр жаңа легионерлерден. Оларды отырғызып тастай алмайды, ойнатады. Сондықтан әлі өзінің ойынын таппаған сияқты. Жаңа өздеріңіз айтқандай, егер ойын бір тауып кетсе, әрі қарай ойын жүріп кететін сияқты болып көрінеді. Бұл жерде мен тең ойын деп есептеп отырмын. Жетісу Елімай ойнайды Алматыда. Енді Хан Тәңір стадионында суарам екен әңгіме соғылмай тұр. Бірақ енді бұған дейін Елімай Астана жасанды алаңда ойнады, сондықтан аса бір үлкен мәселе болмайтын шығар деп ойлаймын. Бірақ бәрібір енді Жетісу Елімай бір Жетісуға қарсы жақсы ойнайды, сосын Енді Елімай жеңеді деп ойлаймын бұл жерде, өйткені Елімай бағана айтқанымдай, ішінде кәдімгі күшті атмосфера сезіледі, сыртқа сезіліп тұр. Сосын Карпович өзінің ойын тауып бастаған сияқты соңғы ойындарда бір көктемгі мезгіл ғой, көп командалар өздерінің ойын таппай жатса, осы Елімай ерте тапқандардың бірі сияқты. Турдың 2 орталық ойыны бар. Біреуі Қостанайда өтеді, Тобыл мен Қайрат ойнайды Алматының. Қалай ойлайсыз? Өте қиын негізі. Енді бұл жолы Тобыл қалайда жанкүйерлердің алдында соңғы рет салысуға кетпес үшін барын салады. Ал Қайрат қаһарына мініп алды. Және маусымның басында Суперкубокта ұтылып қалғаны бар. Сондықтан барын салады. Бұл қырын ойын болайын деп тұр негізі. Баяғыда Еркебұлан Сейдахмет бір гол соққанда 3-5 деген ойын бар еді ғой. Сонда болса таң қалмас едім. Павлодардағы ма? Иә. Сосын кім ойнайды? Астана мен Ордабасы ойнайды. Тамаша матч болады ол. Тамаша матч болады. Енді бірақ енді Ордабасы өз алаңындағы 3 ойынның 2-інде тең ойнады. Сондықтан әлі де былай Қажымұқанға жиналған сайын жанкүйерлерді қуантты дей алмаймын. Сондықтан бұл жерде де бітіспес айқас болады. Бірақ менің ойымша Астана Қайраттан жеңілгеннен кейін барын салуға тиіс. Сондықтан Астана жеңіп кетіп жатса таң қалмаймын. Мен де солай ойлаймын. Мартин бағана айтқандай, менің енді жеке пікірім, Мартин Ордабасын биыл чемпиондыққа әкелмейді. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, Ақтөбе ұзақ ұстап қалды деп. Ордабасы меніңше солай ұзақ ұстап қалған сияқты бұл бапкерді. Астана мен ойымша жеңіске жетеді деп ойлаймын. Бабаян сол бір жеңілістен кейін негізі Қазақстан премьер-лигасындағы мықты бапкерлердің бірі деп ойлаймын. Бабаянды сабақ шығарады, Ордабасын жеңеді деп отырмын. Жеңілмейді деп отырмын, Астана жеңілмейді. Осы турда жаңағыдай бір-бірімен деңгейлес командалар көп кездеседі екен, енді Оқжетпес пен Ертіс ойнайды екен. Оқжетпес жеңеді деп отырмын. Оқжетпес менің ойымша екеуі тең ойнайды. Ертістің ойындарын көрсеңіздер өте жақсы ойнап жүр соңғы кездері. Оқжетпес екеуінің де бір ойындары ұқсайды бір-біріне. Әлеует бапкер неге барады? Кіммен ойнайды ол енді? Ертіс былтырғы өзінің командасы. Сонымен ойнайды. Сосын кіммен? Алтай мен Ұлытау ойнайды. Ол да енді меніңше бір-бірімен деңгейлес. Алтайдың алаңында ойнай ма? Иә, енді Алматыда ойнайды ғой. Иә. Онда Алтай жеңеді деп Мен Ұлытау жеңеді деп ойлаймын. Мен биылғы Ұлытаудың жанкүйері болып жүрмін. Сосын тағы бар кім? Әли өзінің бұрынғы Қызылжарына қонаққа барады. Қызылжар жеңіс болады, Петропавлда болады бұл ойын. Онда бұл да қызық матч болайын деп тұр онда. Енді мен жалпы осы 24 ойынның қанша 8-і ма, 10-ы ма, 12-сі ма қазір тең аяқталып қалды. Осы тең ойын дегенде айтқым келмей отыр. Амал жоқ, көнуге тұра алады кейде. Қазір тең ойын десе таңғалмайтын болды, өйткені маусымның басы. Осы орайда жаңа Али Алиев өзінің бұрын командасына барады дегеннен, Оқжетпес пен жеңістің ойынында Оқжетпестің бапкері бұрын жеңістің бапкері болған ғой. Ойыннан кейін екеуі Али Алиев сөзге келіп қалды да. Бір нәрсе айтып жіберген сияқты болды маған Али Алиевке. Сонда бір осы Қазақстан премьер-лигасы ойыннан бөлек ойынның айналасында интригалар, жаңағы төрешілердің қателігі осы қызық та. Кім Тухель мен Конте бір дәл сол қайталанғандай болды, екі қолын тартып қазақстандық деңгейдегі. Негізі сондай нәрселер тыс қалмау керек назардан бар ғой. Оның бәрі футболды өсіреді. Неге? Өйткені менің әрбір қадамыма жауап беруім керек қой деген жауапкершілік ойнады. Бұл маман бола ма, бұл футболшы бола ма, бұл әшейін қарапайым жанкүйер бола ма мысалы үшін, иә? Бәрінің мойнында жауапкершілік болу керек. Бұл жерде сен бір қоғамның бөлшегі екенін сезінуге тиіссің ғой. Сенің әрекетіңнен қоғам көрінеді, мысалы осыны ұмытпау. Жеңіс пен Қызылжарда жеңіс бір 55-45%-ға басымырақ сияқты, бірақ деймін Қызылжардың қорғанысты қалай ойнайтынын көрдік. Чурчич мықты бапкер. Өте мықты, сондықтан мен де бұл жерде де тең ойын болады. Чурчичтің лигаға қарағанда бір кубокқа арналған бапкер сияқты көрді. Жаңа Қазақстан кубогында өте жақсы нәтиже көрсетті. Былтыр Қызылжармен де жартылай финалға дейін барды олар. Тобылмен чемпион болды кубокта, анау суперкубокты алды. Сондай бір бапкерлер болады, бір кубокқа қысқа мерзімді жарыстарға ыңғайлаған. Меніңше Чурчич соған алдына лигада сәл бір әлсіздеу көрініп қалады. Сосын Адиев те сондай еді.
осындай қысқа нелерге жақсы келеді. Соңғы матч ол енді Ақтөбе мен Каспий ойнайды, бұл Түркістанда өтеді. Енді Ақтөбенің бір бірінші турда жеңді ғой, енді осыдан кейін қайттан бір жанкүйерлерін бір серпілтіп алатын жеңісі бола ма әлде? Сен Таркович ішінде мәселе ғой, енді жеңбесе қиындау болады. Сенген ғой, сен болсаң болады ғой, сондықтан Таркович жеңіс өте қажет бұл. Каспийдің құрамында Ақтөбеде ойнаған жаңа Стурмия, Ыдырыс Умаев сияқты ойыншылар бар. Дархан Бердібек бар. Иә. Каспийде қазір қарыз мәселесі бар деп жатыр, ақша мәселесі бізде енді сол үнемі шешілмейді. Өйткені бұл команданы әлі ешкім алмаған, әкімдіктің тікелей бақылауында. Енді Ақтөбеге мен қарап жүрмін, Ақтөбенің ойындарын. Ақтөбеге Қорғанысқа жатып алатын командаларға қарсы ойнау өте қиын екен. Сондықтан көреміз енді қалай болатынын, бірақ Ақтөбе жеңіске жету керек енді. Қанша уақыт болды? Және ең бастысы голдар көп соғылса екен. Иә, көп гол соғылса екен. Сосын енді айтып жатырық қой, енді 4 тур ғана өтті. Биыл енді сәл 4 турға көбейді ғой чемпионат. Иә, 30 ойын болады. 30 ойын болады, сәл қыза түскен сияқты. Енді алда біраз қызықтар болатын сияқты. Жаңа инвесторлар келіп жатыр, жаңа енді әлемдік деңгейде жұлдыздар келіп жатыр. Енді Премьер-лиганың бір несі артты деп айтуға келе ме? Енді бір қызығушылық. Енді осы жерде жаңағы трансляцияның сапасы көтерілсе деп ойлаймыз. Ол қалай дегенде жанкүйерді алдай алмайсың. Мысалы, гол болды ма, пенальти болды ма, болмады ма деп жорамал жасап, түймедақ гүлін жұлып отыру кімге керек мысалы үшін? Сондықтан ол нақты жауап болу керек қазір. Иә. Енді бізде жақсы ойындар күтеміз. Алдағы уақытта енді ұлттық құрамадан кейін қайттан жалғасып жатыр. Сәуір, одан кейін жер аяғы кеніп көп командалар өз алаңдарына оралады. Ақтөбе сәуірдің аяғына қарай Ертіспен өз алаңында ойнайды деп жатыр. Елімай барады, Жетісу барады, Алтай барады. Барлық командалар өз жерінде өтіп, Қазақстаннан географиялық тұрғыда кеңейіп, чемпионат қыза түссе, жанкүйерлер көбірек келсе стадионға деп ойлаймыз. Жаз келе жатыр, жақсы ойындар күтеміз. Алдан енді алғаш рет Қазақстан чемпионатында ойнайтын футболшы Иван Бачиш әлем чемпионатына барады осы жолы. Бұл да енді бір тарихи оқиға болып тұр біз үшін. Осындай жақсы нәтижелер. Есияға енді келгеніңізге көп рахмет. Алда енді тағы ойындар болады. Сізбен Астананың журналистикасының ортасына қайта оралғаныңызға қуаныштымыз. Сіз өзіңіз сияқты енді ағалардың жаңа жастарға келіп бір ақыл беріп, ойындар талқылап, өйткені футболдың осындай дамуына медиалық тұрғыдан меніңше көп қажет деп ойлаймын. Және қазір қазақ тілінде айтылған мәселелерге футболшылардың өзі мойын бұра бастады ғой. Футбол мамандары да мойын бұра бастады. Сондықтан көп нәрсе айтылу керек. Және біздің жанкүйерлерге де айта керек, көрермендерге біздің ютуберның астына комментарий қалдырып кетіңіздер. Қай ойын ұнады, қай гол үздік болды? Біз жаңа үздік голдарды айтып жатырмыз, ешқайсысы үздік болған жоқ деп. Сіздердің ойларыңызша қайсысы үздік? Және сіздердің ойларыңызша кім үздік ойыншы болды? Оны да жазып отырыңыздар. Сіздердің де қолдауларыңызды көріп жатырмыз. Өте тамаша. Рахмет сіздерге де. Енді алдағы ойындар жақсы матч күтеміз. Тағы да рахмет айтамыз. Амандық болсын. Иә. Аланда драйв, бұл нақты спорт, әр тур шоу, бұл бек спорт. Талқылаймыз ашық, айтамыз шын, Қазақстан футболын бірге сезін.